Баршаңызға қайырлы күн. Шырынды әрі қытырлақ болып шығатын үй жағдайындағы донердің жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші кезекте тауықтың етін суда қайнатып аламыз. 5 минут қана. Одан кейін маринатын жасаймыз. Кетчупқа, соевый соус және де өзіңіз ұнатқан приправаны қосып араластырып аламыз. Маринаттап қоюдың қажеті жоқ, сразу жасай береміз. Табамызға кішкене майымызды құйып қыздырып аламыз. Одан кейін тауықтың етін салып, маринатымызды екі бетіне де жағып шығамыз. Жай газда әр бетін 15-15 минуттан жарты сағат көлемінде тауықтың етін пісіріп аламыз. Тауықтың етін осылай дайындасаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Бізге керекті заттар: тұздалған қияр, қызанақ, фри және де тауықтың еті, кетчуп, майонез. Лавашымызға кетчупымызды осылай жағып, ең бірінші фриді орналастырамыз. Одан кейін тауықтың етін және майонезді, кетчупты жағып шығамыз. Достар, менің арнамдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыз. Донерімізді орап алғаннан кейін құрғақ табада екі жақ бетін ысытып алсаңыздар болады. Сол кезде қытырлақ болып шығады. Донеріміз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.